Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай оқушылар? Олай болса оқушылар, бүгінгі сабақта кім жоқ, кезекші кім? Тұрып айта қоямыз. Қайрамбек Сабира үйге жақсылап жоқ. Жақсы отыра қоямыз. Оқушылар, олай болса алдарыңызда, яғни суреттер бар, үш топтың алдында. Тез-тез суреттерді аламыз, топқа бөлінеміз. Тез-тез. Бірінші топ мында келеміз, санын қараймыз артындағы. Бірінші топ мында келеміз. Тез-тез. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Тездетеміз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Мында келеміз. Суреттің артын қараймыз, 1-2 деген сан бар. Таптық па? Тез-тез отыра қоямыз. Топқа бөлініп қосылай ма оқушылар? Олай болса оқушылар, топқа бөлініп болсақ, үйге берген тапсырманы мен сіздерге цифрлы ұяшық әдісі бойынша сұраймын. Яғни, алдарыңызда 5 ұяшық бар. Кім үй тапсырмасына дайын, сол оқушы ұяшық таңдап орнынан тұра қойыңыз. Кім дайын үй тапсырмасына? Цифрлы ұяшық. Қолымызды көтереміз. Дайын оқушы қол көтереміз. Жауап береміз. Бар ма? Кім таңдайды? Мерей. Нешінші ұяшық? Мерей. Екінші ұяшық. Қауіпті табиғат құбылыстарын атаңыз. Қауіпті табиғат құбылыстарына найзағай, су тасқыны, қар көшкіні, сосын тағы да жер сілкінісі. Жақсы отыра қой. Сұраққа жауап берген оқушыға қол шапалақтаймыз. Жақсы, екінші тағы. Нұржанат. Бірінші ұяшық. Бір аймақта ұзақ тұратын құбылысы. Иә, жақсы. Қол шапалақтаймыз. Тағы. Махаббат. Төртінші ұяшық. Яғни топырақтың бұзылу себептері. Топырақтың бұзылу себептері жаңбыр, Иә, сосын лай топырақ көшкіндері. жақсы. Отыра қоямыз. Адия. Қай ұяшық қандай? Бесінші ұяшық. Өзің тұратын аймақта қандай қауіпті табиғат құбылыстары болады? Мен тұратын аймақта тұман болады. Тұман метеорологиялық, географикалық құбылысқа жатады. Жақсы, отыра қоямыз. Олай болса оқушылар үй тапсырмасына жауап беріп солай ма? Сіздердің алдарыңызда жаңа бағалау парақшасын қойдым. Сол бағалау парақшасына топ басшысы әрбір топтың бірінші топта Еңіліп, екінші топта Мерей, үшінші топта Аделя. Оқушылардың аты жөнін жазамыз. Тапсырмаға жауап берген оқушының қасына бір пайдан қойып отырамыз. Түсіндік қой? Түсіндік пе? Иә. Олай болса оқушылар, тақтаға назар аударамыз. Тақтаға назар аударамыз. Яғни артығын табыңдар. Суретке қараймыз. Қай сурет арты сияқты?
суретке назар аударайықшы. Ат, сосын жылқы, сосын айыл, сосын жылқы. Бұлар нелер? Жануарлар. Бұлар тірі ағзалар. Яғни табиғаттағы заттар сонда тірі және өлі болып жүреді. Сонда бүгін көтеретін тақырыбымыз тірі ағзалар және тірі ағзалардың қасиеті. Дәптерімізді ашамыз, күннің жадын жазамыз. 2-ші аспан, параграф 36, тірі ағзалардың қасиеті. Оқу мақсаттары 5-4-2-1, тірі ағзалардың ортақ қасиеттерін сипаттау. Тірі ағзалардың ортақ қасиеттерін сипаттау. Тірі ағзалардың ортақ қасиеттерін сипаттау. Біз жаңа топқа бөлінген уақытта, яғни жан-жануарлардың тірі ағзалардың суреттері арқылы топқа бөлінді. Сонда бірінші топ бізде қандай топтарыңыздың аталары? Көбею топ, екінші топ қоректену, қозғалыс топ. Яғни тобымыздың атын көрсетіп қоямыз. Дәріс болдық па? Олай болса оқушылар бейне роликке назар аударамыз. Тақтаға мұқият қараймыз және тыңдаймыз. Ал жыландар омыртқасы мен бұлшықеттің
bir-birin almasadi, zat almasу арқалығына жатады. Iya, zat almasу жүреді. Солай ма тірі ағзаларда? Олай болса оқушылар, қазір мен сіздерге топтық тапсырма беремін. Яғни жаңа бейнероликті тамашалағаныңызға сәйкес тапсырма орындаймыз. Бірінші топ, яғни суреттер сөйлейді. Сіздерге берген тапсырманың ішінде, яғни бағалау критерийі де бар, және тапсырманың жұмыстары да бар. Яғни бірінші топ, сіздерде жүзімшоқтары көбею, яғни сіздерге орындаймыз топтық жұмыс. Бірінші топ. Суреттер сөйлейді. Бағалау критерий астында тұр. Сұрағымызды бір шетке жинап қойып, тапсырманы орындай беруімізге болады. Суреттер сөйлейді. Топтық жұмыс. Қазір түсіндірем тапсырманы. Бірінші топ, яғни сіздерде суреттер сөйлейді. Мына жерде сіздерге суреттер көрсетілген. Ана біз тірі ағзаларды өттік солай ма? Тірі ағзалардың қасиеттерін де өттік. Енді сіздерге көрсетілген бойынша қасиеттің атауын, сипатын жасына 4 сурет бойынша түсіндік қой. Топтық жұмыс барлығымыз бірігіп орындаймыз. Мына кітапты былай арманы қойды. Ортаға қойып орындаймыз. Сіздерге екінші топ тірі ағзалардың қасиеттері. Яғни мынаның астына түгел жүзімшоқтар арқылы, жүзім қандай екенін білеміз ғой солай ма? Яғни жүзімшоқтар арқылы жан жағына жазамыз. Тірі ағзалардың қасиеттері мана қандай? Солай жазамыз. Түсіндік қой? Өсу, көбею. Мына жерге жазамыз. Жүзімшоқтар арқылы. Үшінші топ сіздердікіде суреттер сөйлейді әдісі. Яғни мына жерде суреттер көрсетілген. Бұл суреттер әдісінде сөйлейді әдісінде мына жерде бағалау критерийі бар. Тірі ағзалардың ерекшеліктері және тірі ағзалардың ұқсастықтары. Мына суретте көрсетілген жануарлардың ерекшеліктері және ұқсастықтарын жазамыз. Түсіндік қой? Ал жақсы орындаймыз. 10 минут уақыт беремін. Орындаймыз. Тездетеміз. Тездет жазамыз. Әр топтан қазір 2 оқушы шығып айтамыз. Түсіндік қой? 10 минут уақыт беремін. Уақытты қарастырып. Орындаймыз, жазамыз. Топтық жұмыс барлығымыз қосылып орындаймыз. Астында бағалау критерийі бар. Тапсырмаға түсінбесек, критерийге қараймыз. Мына жаққа қарай өтіп орындауға болады.
тамашалаймыз. Яғни бұларға берілгені жүзім шоқтары кластерін құру, бұл жерде тірі ағзалардың қасиеттері деп тұр. Ал оқи қойыңыздар. Тірі ағзалардың қасиеттеріне көбею, инфекцияну, қалдыру, өледі, ресейдегі қатаяды. Жақсы. Отыра қойыңыз сіздерге бір лайк. Яғни плюс қойып отырамыз. Қазір сабақтың соңында санаймыз. Екінші, тағы дайындық бар ма? Дайындық бар ма тағы? Плюс қойып отырамыз. Тоқтық жұмыста егер орындасақ, плюс қойып барлығын плюс қоямыз. Олықпа, тағы қайтып болды? Олықпа, Нұрбекпен Аделя Барауын. Сіздерге берілген, яғни сурет қайда? Нұрбек сурет қайда? Жаңағы сурет қайда? Суреттер сөйлейді. Сіздерге берілген, яғни суреттер сөйлейді әрісі бұл жерде. Суреттер көрсетілген тірі ағзалардың ерекшеліктері мен ұқсастықтары. Мысалы суретте бізде тірі ағзалар, мысалы жануарлар түсті. Жануарлар өседі, және көбейеді, қоректенеді. Және мысалы жануарлар қозғалады. Құстар көбею белгілі. Ағзалар көптен жасушаларда қозғалады. Оларды көп жасушалар деп атайды. Жануарлар ұқсастығы құстардың ұқсастығы ұшады. Шыққан мен қоян қорқақ. Және де түлкі балықтарды жейді. Қоян сәбіздерден қоректенеді. Ал құс олар нандар жейді, ұнтақталған нандар жейді. Құрт ал жердегі шөптерден қоректенеді. Нұрбек, саған ұқсастығы қандай ал? Бұл тірі ағзалардың ұқсастықтары қандай? Тиім мен тышқан. Олардың ұқсастығы қорқақ, жабайы, қозғалады. Түлкі мен, мысал үшін, түлкі мен құстың айырмашылығы бар ма? Түлкі мен құстың айырмашылығы бола ма? Суретке қарап, түлкі мен құстың айырмашылығы бола ма? Айырмашылықтары. Кім жауап береді? Айырмашылықтары қандай? Түлкі мен құстың, жаңа сол айтады, құстың. Құс ұшады, қорқақ құттай, ал түлкі өрлікпен жабайы алмайды. Отыра қойыңыз. Жақсы. Бірінші топ келе ойыңыз. Бірінші суретте тауық жұмыртқа арқылы көбейеді. Ал екінші суретте қоян сәбіз арқылы қоректенеді. Үшінші суретте адам өкпе арқылы тыныс алады. Ал төртінші суреттің қасиеті суретте дән арқылы өседі. Яғни бұл жерде өсу, қозғалу, қоректену және тыныс алу. Жақсы. Отыра қойыңыз. Сипаттауын айта қойыңыз. Сипаттауы біріншісі құстың балапаны олар өседі, көбейеді, өледі. Екінші суретте түлкі мен қоянның қоректенуі. Ал үшінші суретте адамның ішкі құрылысы. Төртінші суретте бұл ағаштан түскен алма.
жақсы отыра қойыңыз. Сіздерге де бір қағаз. Олай болса, оқушылар топтық жұмысты аяқтадық. Екінші, жұптық жұмыс, яғни жұптық дегеніміз қасымызда отырған оқушымен бірігіп жұптық жұмысты орындаймыз. Тапсырма, екінші тапсырма, жұптық жұмыс. Адасқан сөздердің ішінде сөздердің орны ауысып тұр. Дұрыстап орналастырып қойса, дұрыс мәтін шығады. Яғни жаңа тақырыпқа байланысты дұрыс анықтама шығады. Түсіндік пе? Әр оқушыға әртүрлі. Дәптерге орындаймыз. Тез дәптерге орындаймыз. Сізден сызамыз. Үш топқа, яғни жұптық жұмыс, әр топқа әртүрлі тапсырма. Адасқан сөздер. Дәптерге кесте болса, дәптерге сызамыз. Кесте болса, дәптерге сызамыз. Адасқан сөздердің дұрыс мағынасын табу үшін бұны да дәптерге жазуымызға тура келеді. Тездетіп жазамыз. Бірігіп отырып жазамыз дәптерге. Түсіндік пе? Дұрыстап табамыз сөздерді. Жұптық жұмысты болған оқушы қол көтеріп оқи қоямыз. Жұптық жұмысты. Айкөркем оқи қой. Организмдер, өсімдіктер, жануарлар, адамдар. Ортақ белгісі жануар, өсімдік, ал өлі организмдерге жансыз қозғалмайтын заттар жатады. Яғни бұлар табиғаттың бөлшектері. Ортақ белгісі солай ма? Жанасының екеуміздікі бірдей ме? Иә, жақсы, отыра қой. Келесі. Оқи қой. Ерасыл. Тірі ағзалар олар қорек тені алатын тірі ағзалар. Ал өлі ағзалар олар жансыз денелер. Олар қозғалысқа түсе алмайды. Олардың ортақ белгісі олар табиғатта шығарылады. Яғни табиғаттағы заттар. Жақсы, отыра қой. Екінші тағы кім болды? Сауат. Оқи бер. Жасуша ағзада өз бетіне зат алмасуды жүргізе алатыны тірі ағзаның ең кіші бөлігі. Зат алмасу. Онсыз олар тіршілік ете алмайды. Ағзаның түріне қарай оларға әртүрлі заттар және жағдай керек. Мысалы, өсімдік көміртегі. Көміртегі жақсы, отыра қой. Назарбек оқы. Көбею. Барлық ағзалар әсер Барлық ағзаларға тән қасиет. Жақсы, отыра қой. Ал оқи қой. Адай. Көбею барлық түрлі ағзалардан тән қасиет. Тіпті жағара сатында
ағзаларды бейнелі қойғанда көзге көрінбейтін микроағзалар ұрпақ қалдыру үшін екіге бөліне арқылы өте қарқындап көбейді. Өсімдіктер көбеюдің 3 түрі жолы бар. Бейімделу өсімдіктер мен жануарлар қоршаған орта жағдайына бейімделе алғанда ғана түрлерін сақтап қалады. Жақсы. Үшінші топ қазір. Жұртқа жұмыс орында болғандар. Мынандай жауап бараны жетейік. Көбею барлық тірі ағзаларға тең қасиет. Жоғары сатыдағы ағзаларды көзге көрінетін ағзалар микро. Қалдыру үшін екіге бөліндіру арқылы өте қарқынды көбейеді. Өсімдіктер көбею үш түрлі жолы бар. Жансыз мүше мүшелері арқылы көбейеді. Бейімделу өсімдіктер мен жануарлар қоршаған орта бейімделуге арналған. Жақсы. Алина, сен оқиғы. Кесте солай ма? Ағайын есімдерге. Қозғалады қорек энергия жылдырайды. Иә. Ортақ белгісі. Жасушадан құрылған қоректенбейді, жылжымайды, қозғалмайды. Иә, өлі организмде қоректенбейді, жылжымайды. Жақсы отыра ғой. Екінші топ бармандағы жауап беретін? Жақсы, ал неде жауап бере ғой? Жасуша тірі ағзалардың бөлінуі қабілеттігін сақтап, заттар мен энергия алмасуын қамтамасыз ететін ең кішкене бірлік өлшемі. Зат алмау ағзаның өсуін, дамуын, тіршілік әрекетін қоршаған ортамен тұрақты қатынас жасалуын реттейтін бармақ химиялық процестердің жиынтығы. Ол бір-біріне қарама-қарсы энергия қабылдап реакция синтезі жүретін және бір-бірімен өзара байланысты реакция ыдырап энергия болса екі процестен тұрады. Жақсы отырауын. Олай болса оқушылар тақтаға назар салайық. Яғни жаңа сіздің адасқан сөздерден құраған сөздеріңіз көрсетпеген. Бірінші, жасуша тірі ағзалардың бөліну қабілеттілігін сақтап, заттар мен энергия алмасуын қамтамасыз ететін ең кіші бірлік өлшемі. Зат алмасу ағзаның өсуін, дамуын, тіршілік әрекетін, қоршаған ортамен тұрақты қатынас жасалуын реттейтін барлық химиялық процестердің жиынтығы. Яғни энергия бұл босап шығатын екі процестен тұрады, бұл зат алмасу екі процестен тұрады. Көбею барлық тірі ағзаларға тән қасиет, тіпті жоғарғы сатыдағы ағзаларды былай қойғанда көзге көрінбейтін микро ағзалар ұрпақ қалдыру үшін екіге бөліну арқылы өте қарқынды көбейеді. Дұрыс па жауаптарыңыз? Иә, дұрыс. Өте жақсы. Олай болса, жеке жұмыс, яғни сіздерге барлықтарыңызға жеке жұмыс беремін. Оны да тездетіп таратқан бетшеге орындаймыз. Біреуімізге дұрыс па, бұрыс па, екіншімізге сәйкестендіру, үшіншімізге дұрыс жауапты таңдау. Сәйкестендіру, дұрыс па, бұрыс па, дұрыс болса қапталына белгі қоямыз, дұрыс емес болса минус қоямыз. Сәйкестендіреміз. Білеміз сәйкестендіру қалай екенін. Яғни бүгінгі өткен тақырыпқа байланысты анықтамаларды сәйкестендіру болады. Манаға айтылған жауаптарға байланысты дұрыс па, әлде бұрыс па, оны таңдаймыз. Сәттеге орындамаймыз. Қағазға орындаймыз. Мына берілген бетке орындаймыз. Түсіндік пе? Барлығымызға жетті ме? Мына бетчеге орындаймыз. Берілген бетчеге орындаймыз тапсырманы. Түсіндік пе? Бетчеге орындаймыз. Қолымызға берілген бетчеге орындаймыз. Көрді ме? Барлығымызға жетті ме? Жақсы.
таңдаңыз дейді. Яғни мына жерде мәтін берілген. Осының қайсысы дұрыс? Соны жазасың деп ойлайсың болды. Bir жауап. Тапсырманы дұрыстап оқимыз. Болған оқушылар? Болған оқушылар бар ма? Жақсы, Мейрамбек жауап бере ғой. Дұрыс па? Дұрыс па? Сен солай ма? Ал оқи ғой. Bir ағзалардың табиғат алмасуға қатысты дұрыс. Иә. Өсімдіктер мен жануар бірінші жылдан кейін өсіп тоқтатады. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Қазір. Өсу процесі өсімдік мүшелері ұзартып Дұрыс, қате. Махаббат, отыра ғой. Тірі организмді қоршаған ортадағы белсенді түрде әсерін тигізеді. Егер тасты итеретін болсаң, ол орнынан баяу қозғалады. Ал қандай да бір жануарды итерсең, ол белсенді түрде жауап қайтарады. Қашанды шабуыл жасайды, немесе түрін өзгертеді. Ол тіркендіргіш. Дұрыс па жауап? Иә. Аяулы. Қазір. Айтып өкем. Bir ағзалар табиғаттағы алмасуға қатысады. Дұрыс. Өсімдіктер мен жануарлар бірнеше жылдан кейін өсуін тоқтатады. Дұрыс. Өсу процесі өсімдік мүшелерін ұзартып, жуанды салмағын арттыруы дұрыс. Иә, қате. Келесі. Еңлік. Қазір барлығыңыздан сұрайын. Тірі ағзалар табиғаттағы алмасуға қатысты. Дұрыс. Өсімдіктер мен жануарлар бірнеше жылдан кейін өсуін тоқтатады. Дұрыс. Өсу процесі өсімдік мүшелерін ұзарып, жуандауға, салмағын арттыруы. Дұрыс. Жақсы. Мери. Организмдер қоршаған ортаға белсенді түрде әсерін тигізеді. Егер тасты итеретін болсаң, ол орнынан баяу қозғалады. Ал қандай да бір жануарды итерсең, ол белсенді түрде жауап қайтарады. Қашады, шабуыл жасайды, немесе түрін өзгертеді. Ол тіркендіргіш. Жақсы. Отыра ғой. Келесі. Адай. Бұдан кейін Ерасыл. Ағзада тыныс алу жүйесінің орталық мүшесі өкпе. Иә. Белгілі бір тіршілік иелерінің жайылып кетпей сақтанып қалуы көмегін тигізетін ол көбею. Дұрыс. Өсіп келе жатқан ағзаның қалыптасу жағдайда болуын қамтамасыз етеді. Ол көрінену. Барлық тірі ағзалар сыртқы әсерді қабылдайды және жауап қайтарады. Бұл тітіркену. Ағзаның өнімдеріне сіңіріп өзінен көмір қышқыл газды бөлуі тыныс алу. Жақсы, отыра ғой. Каусар. Тірі ағзалар табиғаттағы алмасуға қатысады. Дұрыс. Өсімдіктер мен жануарлар бірнеше жылдан кейін тоқтатады. Дұрыс. Өсу процесі өсімдік мүшелерінің ұзарып, жуандардың салмағын арттыру. Дұрыс. Жақсы. Аделия. Ағза тыныс жүйесінің орталық мүшесі өкпе. Белгілі бір тіршілік иелерінің жауап кетпей сақтап қалуына көмек тигізеді. Ол көбею. Өсіп келе жатқан ағзаның қалыпты жағдайына болуына қамтамасыз ететін көбею. Ағзаның тегісінің өзінен көмір газды бөледі. Жақсы. Келесі. Армат аға, Ерасыл. Тірі организмі қоршаған ортаға белсенді түрде әсерін тигізеді. Егер тасты итеруші болсаң, ол орнынан баяу қозғалады.
жауап қайтарады. Шаршағанда шабуыл жасайды, немесе жырын өзгертеді. Ол біздің үлкен тігістік. Жақсы. Оқиғын. Ағзаның тынысалу жүйесінің орталық мүшесі ол өкпе. Белгілі бір тіршілік иелерінің жойылып кетпей сақталып қалуына көмегін тигізетін ол көбею өсіп келе жатқан ағзаның қалыпты жағдайда болуын қамтамасыз ететін тітіркену. Барлық тірі ағзалар сыртқы әсерді қабылдайды және жауап қайтарады. Ол тітіркену. Ағзаның өттегі сіңіріп өзінен көмір қышқыл газды бөлуі тыныс алу. Жақсы. Отырамыз. Олай болса оқушылар, жеке жұмысты барлығын орындадық. Барлығымыздың жауаптарымыз сәйкес пе? Жақсы. Ендігі тапсырма сіздерге, яғни қағыл кесек деп аталады. Бүгінгі тақырыптан, яғни алдарыңызға таратылған қағазға бір сұрақты жазамыз. Бір сұрақ жазамыз. Бүгінгі өткен тақырыптан кез келген бір сұрақты жазамыз. Кезетеміз. Бүгінгі сабақтан нені білдіңіз, нені түсіндіңіз, және соны өзіңіз біліп түсінгеніңізден қасыңыздағы достарыңызбен бөлісу, яғни сұрақ қоямыз. Сұрақ қоямыз, жазамыз. Сұрақты осы ақ беттің ішіне жазамыз. Жазып болғандарымыз қарды қалай домалатамыз білеміз бе? Яғни бір-біріне біріктіреміз, солай ма? Яғни тез-тез біріктіреміз. Болды па? Тез етеміз. Кез келген өзіңіз бүгін не білдіңіз, соны достарыңызбен бөлісіңіз. Яғни сұрақ қоямыз. Егер сұраққа жауап бере алмаса, мұздырамыз. Былай, мұздырамыз. Мұздырып болдық па? Барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Мұздырдық па барлығымыз, солай ма? Кездеп мұздырамыз. Мұздырдық па? Аспаймыз. Мұздырдық па? Енді бұны бір-бірімізге, яғни үш топ бір-бірімізге қарама-қарсы жібереміз. Тездетеміз, бір-бірімізге жібереміз. Аламыз. Отырамыз орнымызға, аламыз орнымызға, отырамыз. Тездетіп ашырамыз. Сұраққа жауап береміз. Тыңдайын. Алып па? Аяулы. Жақсы, жарайсың. Келесі, аяулым. Айкөкеу. Қосымша нешеге бөлінеді? Қосымша екіге бөлінеді. Қандай? Сырғалықты көп қалады. Бір жасушалы, көп жасушалы. Ерасу. Өсу мен дамудың бір-бірімен қандай айырмашылығы бар? Суламаймыз. Мысалы, біз сабаққа келеміз, білім алып дамимыз. Ал өсу дегеніміз, мысалы, біздің жасымыз, бойымыз өседі. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Қазір. Өседі, өседі. Яғни тірі ағзаның қасиеті қандай деген сұрақ? Жарайсың, отыра ғой. Нұрбек. Маған былай деген сұрақ түсті. Тірі ағзаға не жатады? Ұрпақ қалдыру. Жақсы, жарайсың. Адиля, қазір. Маған келген қоректену дегеніміз ағзаның бір энергияны жетілдіру және де ол өсіп келе жатқан ағзаның қалыпты жағдайының болуын қамтамасыз етуі. Жақсы, жарайсың, отыра. Адай. Тірі ағза дегеніміз тірі ағза дегеніміз ұрпақ қалдыру, көбею, қоректену. Жақсы. Сауат оқиғы. Маған байқап қойған тауық неден көбейеді? Тауық жұмыртқа салып немесе кәдімгідей балапан туып көбейеді. Жұмыртқадан көбейеді. Жақсы, отыра ғой. Еңлік. Тірі ағзалардың қасиеті
қасиеті. Тірі ағзаларда көбею, қоректену, өсу, өлу. Жақсы, жарайсыз. Олай болса, оқушылар, алдарымыздағы дәптерімізді ашып, үйге тапсырманы жазып аламыз. Үйге тапсырма тірі ағзалардың қасиетті тақырыбы оқу, яғни жаңа тірі ағзалардың қасиеттерін ұмытып қоймай, қоректену, өсу, көбею. Осы кез келген сөзге сөз жұмбақ құрастыру. Тездетіп тапсырманы жазып аламыз. Үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы. Тірі ағзалардың қасиетті тақырыбын оқу, сөз жұмбақ құрастыру. Дәріс болды па? Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Иә. Жақсы, жарайды. Бүгінгі сабаққа белсенді қатысқан оқушылар өте көп, солай ма? Сіздерге мен мына бағалау парағын бердім. Топтарыңызда ең жоғарғы бағаны алған неше оқушы екен? Қараңыздаршы. Кім тез жауап берген екен? Яғни бұл топта 4 оқушы, тапсырмаға 5 оқушы. Тапсырмаға тез жауап берді. Яғни 5 ұпай. Сіздерде бұл топта да 5 ұпай. Яғни бұл топта жақсы қатысты деген сөз. Келесі қозғалыс тобы сіздерде? Бізде Еліміздің Қошқабай Нұрбек, Сапарбай Нұржанат және де екі адам оқушы қатысты. Ал екі жұмыста Қошқабай Нұрбек және екі жұмыста Яғни? Иә, жарайсыз. Бұл топтың барлығы бүгінгі сабаққа тиянақты өте жақсы қатысты. Олай болса оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.